Сәлем достар, бүгін сіздермен біздің парақшамызда өте көп қойылатын сұрақ: қалай арықтауға болады? Бүгін осы сұраққа қысқаша ақпарат бергім келеді. Ол үшін менің парақшама тіркеліп лайк басыңыз. Негізі ғаламторда арықтау туралы ақпарат өте көп, сан қырлы. Оны әрқайсыңыз кіріп қарап, оқып та, көріп, тыңдап та жүрсіздер, иә, білеміз. Бірақ біз күнде ертең диета ұстаймыз деп бүгін барынша жеп аламыз. Ол рас. Адам ең алдымен арықтау үшін мида шешім қабылдау керек. Соны түсініп, өзіңнің қандай деңгейде дайынсың, соны ұға білу үлкен жеңіс. Міне сол кезде сіздің басыңыздың ішіндегі мидан бастап толық дене бітіміңіз дайын болады. Ең алдымен арықтаймын деп шешім қабылдамас бұрын өзіңізге 3 сұрақ қойыңызшы. Біріншіден, сізде қандай мақсат? Екіншіден, сізге арықтау қаншалықты маңызды? Үшіншіден, неше күнде, аптада, айда қанша салмақ тастауға дайынсыз? Міне осы сұрақтарға жауап тапсаңыз, онда сіз дайынсыз. Сіз бір күнде диета отыруға асықпаңыз. Жеп қалған ауыз тамаққа толып тұратын асқазан шіркін шошып стресс алуы мүмкін. Сол кезде асқазан миға қарным аш деп сигнал береді. Негізі біздің асқазан дәмдерді ажырата алмайды. Бұл процесті жасайтын ми. Өзіңіз қайнаған ыстық қара суды шай секілді ішіп миға сигнал жіберіңіз. Ми оны қабылдайды. Сіз тура шай ішкенде әсерде болып басыңыз жазылады. Жасап көріңіз. Егер әсер етсе, комментарий жазып кетіңіз. Сол үшін де ақырында бір қалыпты арықтауды бастаңыз. Сіз күніне 2000-3000 килокалория жейтін болсаңыз, бір күн ішінде 1200-1500 килокалория жесеңіз, бұл орнын толтыра алмай, сіздің сол күнгі көңіл күйіңізге қатты әсер етеді. Сондықтан өз рационыңызды біртіндеп азайтып, өзіңіздің ең осал жағыңызды табыңыз. Күнделікті аста өз рационыңызға қандай тағамды көп жейсіз? Бұл сіздің денсаулығыңызға кері әсері бар ма? Шоколад, мороженое, тәтті сусындар ең денсаулыққа зиян тағамдар осылар. Бірақ бас тартуға болмайды. Тағамның өз нормасы бар. Көп жағдайда қалтаңыз көтерсе, нутрициолог маманына жүгініп жөн сұрағаныңыз болады. Маман сіздің жеке басыңыздың денсаулығыңызға қарай анықтама береді. Сол нормамен есептеп ақырындап бас тарту керек. Бұл кезде сізде срыв болмайды. Срыв сізге өте жақын және сөз. Қыздар, мен ақпарат бөліскен адам әнт тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.